Құрметті достар, Ақтау қалалық 27-ші музыкальный вояж орындаушылар байқауына қош келдіңіздер! Здравствуйте, дорогие зрители и ценители детского и юношеского творчества! Добро пожаловать на яркий праздник, который подарит море улыбок и незабываемых впечатлений. Это 27-й городской конкурс молодых исполнителей «Музыкальный вояж». Табыстары мен жетістіктерін көрсететін жыл. Себебі жастар ол қазақ елінің болашағы. Ты видела? А это еще кто? Ну да, маленькая талантливая девочка, солистка студии детского творчества «Радуга» Жансулу Сарыева. Ты же ее тоже знаешь, Луиза. Зачем спрашиваешь? Әрине білемін, бірақ оның конкурсқа және жастарға қандай қатысы бар? Катяның айтқанын естідің бе? Сен әрине таланттысың, бірақ әлі кішкентайсың. Онда тұрған не бар? Бұйырсам мен де бойжетемін. Ал біздің еліміздің жастары өте талантты, және олар мақсаттарына ұмтылу үшін жастайынан үйренуі тиіс. Міне, мен осы байқауды ұйымдастыруға көмектесем деп шештім, және қолымнан барлығы келеді деп сенемін. Себебі мен осы қалада атақты блогер емеспін бе? Менің инстаграмда жазушылар өте көп. Жақсы, қалса қал, көрерміз қолыңдан не келетінін. Музыкальный вояж давно вошел в историю нашего города. Он помогает начинающим артистам раскрыть свои таланты. Для многих участие в конкурсе стало ступенькой к новым творческим вершинам. А самые трудолюбивые и преданные искусству прославили нашу страну, став победителями международных конкурсов и фестивалей. Біздің қалада өзінің қабілетін көрсету үшін сахна төріне шығуды және ең алғашқы табыстарға жетіп көруді аңсаған өте талантты балалар көп. Байқау шарты бойынша 3 санатындағы 6 жастан 10 жасқа дейінгі, 11-ден 14-ке дейінгі және 15-тен 18 жасқа дейінгі қатысушылар өз өнерлерін паш етеді. Олар қазір үлкен толқыныста және өздерінің кезектерін асыға күтуде. Сегодня у ребят есть отличная возможность выступить, получить поддержку зрителей и оценку профессионалов. Посмотрим, кто сможет удивить жюри и покорить сердца зрителей. Пора пригласить конкурсантов на сцену. Помладше меня есть, так что я почти уже молодежь. Қатысушылар дайын, ал олардың өнерін кім бағалайды? Олай болса, қазір біз сіздерді қаздыр алқасымен таныстыратын боламыз. Ол ана отырған салиқалы ағалар мен апалар ма? Олар кішкентай балаларға қатал болмайтын шығар. Қайдағы кішкентай балалар, сен жаңа ғана ересекпін, тіпті жастар қатарындамын деген жоқсың ба? Ол мен ғой, байқауға тіпті кішкентай балалар да қатысып жатыр. Хорошо, это мы потом узнаем. А пока давайте познакомимся с членами уважаемого жюри, которые будут оценивать выступления конкурсантов. Музыкальный вояж байқауының байырғы және адал досы, музыкант, музыкамен әрлеуші, әрбір байқаудың бағдарламасын безендіру кезінде бар жан сала көмектесетін Құдайберген Ахметов. Идейный вдохновитель и музыкальный руководитель конкурса, руководитель образцового коллектива студии детского творчества «Радуга», отличник культуры Республики Казахстан Ольга Хныкина. Қалалық музыкальный вояж 1997 байқауының лауреаты, көпшілікке танымал атақты Тұмарлан тобының әншісі, ал қазір Абай атындағы мәдени демалыс кешенінің директоры Әмірхан Кулбаев. Актриса музыкально-драматического театра имени Жантурина, педагог, театральный режиссер,
давний и добрый друг нашего конкурса Марина Федоренко. Музыкальный вояжик Монш байқауының гран-при иегері, Қазақстан дауысы телевизиялық жобасының финалына қатысушы, көптеген халықаралық байқаулар мен фестивальдердің лауреаты, әнші, вокал бойынша жетекші ұстаз Нысанова Қарашаш. Кәсіби әділ қазылардан бөлек бүгінгі талапкерлер өнерін жастардан құралған қазылар тобы да сараламақ. Бәрі де қалалық байқаулардан бастап, халықаралық өнер байқаулардан топ жарған жеңімпаздар. Помимо профессионалов, выступления наших конкурсантов оценивает еще и молодежное жюри. Несмотря на юный возраст, все они имеют опыт побед на городских и международных конкурсах. Қалалық музыкальный вояж байқауының, Алматыдағы халықаралық Бозторғай байқауының, Армениядағы чемпионат Кавказа байқауының лауреаты Өтешева Энкар. Лауреат международного конкурса Бозторғай Алма-Аты, обладатель супер-гран-при международного конкурса чемпионат Кавказа, обладатель гран-при конкурса «Музыкальный вояж 2018» Карина Шайгузова. Қалалық музыкальный вояж конкурсының телевизиялық бала дауысы конкурсының лауреаты және халықаралық Бозторғай конкурсының гран-при иегері Дильназ Тлепова. Атап өтелік, қазір Дильназ біздің еліміздің атынан халықаралық славянский базар Витебске фестивалінде өнер көрсетуге дайындалып жатыр. Сәттілік тілеп қояйық. Пришло время начинать конкурс. Давайте бурными аплодисментами проводим участников за кулисы готовиться к выступлению. Байқауымыздың бағасын берер қазір алқасымен таныс болдық. Ал ендеше сайысымызды бастаймыз. В этом году по условиям конкурса первая песня в каждой группе общая. Ее исполнят все участники возрастной категории. Все эти песни посвящены главной теме конкурса. Мы – молодежь, мы – будущее страны. Давайте знакомиться с участниками. Ал ендеше, сахнаға бірінші болып, 6 және 10 жас аралығындағы ең кіші қатысушыларды шақырамыз. Олай болса, танысайық. Любят выступать на сцене, кататься на роликах и велосипеде, ходить в кино. Мечтает добиться успехов и стать участницей телешоу «Голос дети». Встречайте, Севастьянова Алиса! Арманы эстрада жұлдызы болу, көңілді әндерді орындағанды және сурет салуды жаны сүйеді. Оның табынатын жұлдыздары Айдана Беденова және Роза Рымбаева. Қарсы алыңыздар, Қабыл Нәзірке! Көңілді әндерді тыңдағанды, кіші інісімен ойнағанды және сурет салуды жақсы көреді. Оның сүйікті әншісі Мөлдір Әуелбекова, сондай-ақ болашақта актриса болғысы келеді. Сіздердің алдарыңызда Әділет қызы Жанерке. Өздің балғын жасына қарамастан бұл балақай ән салғанды және қазақтың халық әндерін тыңдағанды өте жақсы көреді. Өскенде Еркес Бұған сияқты жұлдыз болуы аңсайды және қазақ елінің өнері халықаралық деңгейде әлемге паш еткісі келеді. Сахнада Нурала Раяна. Любительница казахской и русской музыки, поклонница Димаша Кудайбергена, мечтает стать певицей и такой же целеустремленной личностью, как и ее родители. На сцене Тинелькенова Жансая. Сияткерлік ойындарды және өз қолымен бұйымдар жасауды жақсы көреді. Ол Камжат Жолдыбаева, Қарақат Әбелтина және Еркес Маханның шығармашылығын қатты ұнатады. Болашақта вокал сабағынан беретін ұстаз болғысы келеді. Алдарыңызда Байниязова Арайлым. Наша следующая малышка любит рисовать портреты мамы и папы. Любит творчество Майкла Джексона, а в конкурсе решила принять участие, чтобы попробовать свои силы. Встречайте, Нана Иваньян! Өзінің үлкен апасы сияқты әнді тамаша орындап, оған ұқсағысы келеді. Көңілді әндерді сүйіп тыңдайды және Ариана Гранденың шығармашылығын ұнатады. Көпшілікке танымал әнші және ата-анасының сүйікті инабатты ибалы қызы болғысы келеді. Алдарыңызда Сәтбек Аяжан.
сахна төрінде байқап көремін деп шешті. Ол үшін байқауға қатысу үлкен шабыт. Әртүрлі үлгідегі тастарды және қайыршықтарды жинағанды ұнатады. Өскенде журналист болуды армандайды. Сахнада Қалнияз Айлин. Еще один наш участник. Любит смотреть новые фильмы, печь с мамой пироги и гулять с семьей по морю. Мечтает научиться играть на фортепиано. Надеется во время участия в конкурсе найти много новых друзей. Встречайте, Куанханов Аннор! Мәңгілік ел әні. Сахнада конкурстың ең жас қатысушылары. Қанекей, зор қошеметпен қарсы алайық. Болашақта атақты әнші болғысы келеді. Сахнада Ғимағанбет Айару. Мечта следующей участницы почти сбылась. Ведь она целых 3 года упорно трудилась, чтобы стать участницей конкурса. Призналась, что песня – ее любовь и душа. А еще любит печь торты, посещать уроки актерского мастерства и играть в футбол. Шотанова Тания! Байқаудың келесі қатысушысы өзін өзі сынап көру үшін байқауға қатысам деп шешті. Халықтың және заманауи әндерді жақсы көреді, спортпен шұғылданады және домбырада ойнайды. Болашақта көпшілікке танымал орындаушы болсам деп армандайды. Алдарыңызда Қазтұрған Санжар. Является ценителем творчества Бруно Марса, Арианы Гранде и Майкла Джексона. Очень любит музыку, хотя и не решила еще точно, кем станет в будущем – певицей или банкиром. Время покажет. А пока встречайте Мусаева Назерке! Келесі байқауға қатысушы гимнастикамен айналысуды, ән салуды және сурет салуды жақсы көреді. Оған Мөлдір Әуелбекованың әндері ұнайды. Болашақта актриса болсам деп армандайды. Алдарыңызда Исатаева Альбина. Келесі байқауға қатысушы караокемен ән салуды, кітап оқуды, билеуді және сурет салуды ұнатады. Ол Роза Рымбаев шығармашылығының табынушысы. Осы халық әртісіне ұқсағысы келеді. Болашақта өзі әнші немесе тележүргізуші болуды армандайды. Қарсы алыңыздар, Осман Мөлдір! И еще одна конкурсантка средней возрастной категории. Тоже очень творческая личность. Она старается быть особенной, не похожа на других. А еще любит творчество Димаша Кудайбергена и Полины Гагарина. Встречайте, Кенес Эльнара! Тимоха орта 11-14 жыл санатындағы қатысушылар орындайды. Қарсы алыңыздар!
осындай тамаша әнді тарту етті. Сонымен байқауымызды жалғастырамыз. Быть артистом – непростая задача. Для этого нужно много учиться и прилагать старания. От занятия к занятию ребята усердно трудятся, чтобы постичь вершины вокального мастерства. И сейчас мы приглашаем на сцену участников старшей возрастной категории. Жас кезінен вокалдық студияда ән салумен айналысады. Домбырада ойнағанды, достарымен қыдыруды және әдемі фотосуреттерге түсіруді жақсы көреді. Аталмыш байқаудың лауреаты атағын жеңіп алды. Ал енді осы байқаудың гран-при иегері болсам деп армандайды. Алдарыңызда Өмірзақ Гүлназым. Келесі байқауға қатысушы өнермен айналысқанда ән салуды, билеуді, әдемі суретке түсіруді және байқауларға қатысуды жақсы көреді. Осы байқау оның шығармашылығының әлеуметін жаңа қырынан ашады және дамудың жаңа белестеріне талаптандырады деп сенеді. Сахнада Қайырбаева Арсана. Соединить свою жизнь с музыкой было мечтой нашей участницы с самого детства. Ей нравится учить новые песни, играть на пианино и рисовать. Встречайте, Миркенова Айола! Музыка – бұл менің өмірімде де келесі қатысушы. Ол өзінің барлық бос уақытын музыкаға арнайды. Сонымен қатар футбол ойнағанды және достарымен бірге уақыт өткізгенді жақсы көреді. Байқаудың кез келген нәтижесіне келсек, ең бастысы байқауға қатысу және тәжірибе жинақтау деп санайды. Алдарыңызда Наурызбек Нұрболат. Қазақ елі әнін қарсы алыңыздар. Самые маленькие участники. Они исполнят свою любимую сольную песню. Достар, сіздер неге өздерінің жеке әндерін кішкентай балалардан бастайды деп сұрақ қоятын шығарсыздар. Осындай беделді іс-шараларды кішкентай балалардан бастау. Менің түйсігім кішкентай балалар ең үлкен фантазерлер деп ой салып тұр. Қанеки, бірге тамашалайық. Туған ел әні орындайтын Баянязова Арайлым және халықтық ұжым Жорға би ансамблі. Творчество Бруно Марса, Арианы Гранде и Майкла Джексона. Он же любит музыку, хотя и не решила еще точно, кем станет в будущем – певицей или банкиром. Время покажет. А пока встречайте Мусаева Назерке! Келесі байқауға қатысушы гимнастикамен айналысуды, ән салуды және сурет салуды жақсы көреді. Оған Мөлдір Әуелбекованың әндері ұнайды. Болашақта актриса болсам деп армандайды. Алдарыңызда Исатаева Альбина. Келесі байқауға қатысушы караокемен ән салуды, кітап оқуды, билеуді және сурет салуды ұнатады. Ол Роза Рымбаев шығармашылығының табынушысы. Осы халық артисіне ұқсағысы келеді. Болашақта өзі әнші немесе тележүргізуші болуды армандайды. Қарсы алыңыздар, Оспан Мөлдір!
курсантка средней возрастной категории, тоже очень творческая личность. Она старается быть особенной, не похожа на других. А еще любит творчество Димаша Кудайбергена и Полины Гагариной. Встречайте, Кенес Эльнара! Тек орта 11-14 жас санатындағы қатысушылар орындайды. Қарсы алыңыздар! Песня «Отличница» исполняет Алиса Севастьянова и школа танца «Улыбка». Жаңа толқын жас ұрпағының орындайтын әділет қызы Жанерке және халықтық ұжым жорға би ансамблі. Встречайте, Нана Иваньян и школа танца «Улыбка». Алтын районының орындайтын Қуанат би ансамблі. ансамблі.
Голливуд. Исполняет Кенес Эльнара. Встречайте! I Want You Back әні орындайтын Өмірзақ Гүлназым және The Family ансамблі. That's what it is to all you want to please tell me. Oh, darling, I was trying to let you go, but now I see you in love. және The Family ансамблі. Самғайдың орындайды Қайырбаева Айсана. Қошеметтеріңіз. Ardından canlasın mı senin
tell me now, tell me now, tell me now, now. Just be sure how to feel about me. Something in the way you move makes me feel like you Ай, қара көз әні. Орындайтын Наурызбек Нұрболат. Міне, финалдық бағдарламада өз мәресіне келіп жетті. Барлық қатысушылар өте тамаша өнер көрсетті. Әрине, олардың әрқайсысы бізді ерекше қызықтырады. Қазір алқасына да үздіктердің ішінен үздікті таңдау оңайға тиын деп тұрған жоқ. Наше уважаемое жюри удаляет для подведения итогов конкурса, а мы с нетерпением ждем результатов. Барлық қатысушылар өте керемет өнер көрсетті. Және жеңімпаздарды лайықты марапат күтіп тұр. Біз құрметті қазылар алқасын өз жұмысына кірісуді сұраймыз. Ал енді уақытты мәнді өткізіп күтуден шаршамас үшін біз сізге азғантай сыйлық мерекелік концерт Тамаша өнер көрсетті. Әрине, олардың әрқайсысы бізді ерекше қызықтырады. Қазір алқасына да үздіктердің ішінен үздікті таңдау оңайға тиын деп тұрған жоқ. Наше уважаемое жюри удаляет для подведения итогов конкурса, а мы с нетерпением ждем результатов. Барлық қатысушылар өте керемет өнер көрсетті. Және жеңімпаздарды лайықты марапат күтіп тұр. Біз құрметті қазылар алқасын өз жұмысына кірісуді сұраймыз. Ал енді уақытты мәнді өткізіп күтуден шаршамас үшін біз сізге азғантай сыйлық мерекелік концерт әзірлеп қойдық. Танец «Оранжевое настроение» исполняет школа танца «Улыбка» группа «Акварель». Лауреат городского конкурса «Музыкальный вояж-2008» Нурбол Хусай. Ассалаумағалейкум. Барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Көңіл отырайық. менің шаттығым байлығына бар әлемнің татитын айдыныңа жалғыз қонбақпын
башым салып сезім гүлдің аялайық бүршігін бізді болсын құдырет тыңдашы жүрегімнің күрсінді Біздің байқауға қатысушылар өздері Бішкекте жылды шарам жақыннан риза. Наш конкурс проводится раз в году. Он словно звездочка на небе, которая ярко светит всем молодым талантам. Ал енді ең толқынысты және салтанатты сәтте келіп жетті. Біз байқаудың барлық қатысушыларын сахна төріне шақырамыз. Марапаттау салтанатын бастау үшін Абай атындағы мәдени демалыс кешенінің директоры Әмірхан Құлбаевты сахна төріне шақырайық. Саламатсыздар ма? Құрметті қала тұрғындары, қала қонақтары, ата-аналар, жастар, мынау өтіп жатқан 27-ші рет өтіп жатыр. Музыкальный вояж деген конкурсымыз. Барлықтарына сәттілік тілейміз. Қазір сахнаның сыртында әділ-қазылар шешімдерін шығарып келе жатыр. Барлықтарыңыз өте жақсы көңіл күй көтердіңіздер деп ойлаймын. Өте тамаша топтарға бөлінген әншілер, әнші қыздарымыз, әнші балаларымыз өте тамаша өнер көрсетті. Қазір бірер минуттан барлығына сәттілік тілеп, қолдап қойып. Байқаудың жаңалығы арнайы дипломмен марапатталатын Теңелгедова Жансая. Дәл осы дипломмен марапатталатын Шотанова Дания. Қошеметтеріңіз! Халық әртісі арнайы дипломмен марапатталатын Әділет қызы Жанерке. Құттықтаймыз. Ал енді 3-ші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталатын Севастьянова Алиса. Үшінші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталатын Сатбек Аяжан. Қошеметтеріңіз! Үшінші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталатын Қабыл Нәзерке. Аплодисменты! Үшінші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталатын Исатаева Альбина. Құттықтаймыз!
дәрежелі дипломмен марапатталатын Қасқырған Санжар. Үшінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Мергенова Аралым. Құттықтаймыз! Ал енді екінші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталатын Иваньян Нана. Екінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Нұрала Раяна. Құттықтаймыз! Екінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Қалният Айлин. Екінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Мусаева Назерке. Құттықтаймыз! Екінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Кеңес Эльнара. Қошеметтеріңіз. Екінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Қайырбекова Айсана. Жарайсың, Айсана! Бірінші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталатын Баниязова Арайлым. Бірінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Оспан Мөлдір. Бірінші дәрежелі дипломмен марапатталатын Өмірзақ Гүлназым. Ал енді жас қазылар алқасының шешімі бойынша марапатталатын Баязова Арайлым. Құттықтаймыз! Биылғы байқаудың ережесіне сәйкес, байқаудың бас жүлдесі әрбір топқа бөлек беріледі деп анықталған. Ал ендеше, байқаудың 6 және 10 жас аралығындағы қатысушылардың арасында бас жүлдеге ие болған Қуатқанов Аннур. Және 14 жас санатындағы қатысушылар арасындағы бас жүлде иегері Қимағанбет Айару. Құттықтаймыз! 15 және 18 жас санатындағы қатысушылар арасындағы бас жүлде иегері Наурызбек Тұрғылар. Давайте еще раз поаплодируем всем участникам! Подведены итоги. Скоро мы сможем еще раз насладиться творчеством наших участников и ждем вас на гала-концерте, который состоится 1 мая в 13:00 на площади амфитеатра 15-го микрорайона. Біз байқау қатысушыларына
жаңа шығармашылықта біздер мен жетістіктер тілейміз. Біз сіздерге сенеміз! Шығармашылықта біздер мен жетістіктер тілейміз. Біз сіздерге